Өт сарғыш қоңыр түсті қою сұйықтық. Өт бауырда түзіліп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құяды. Өт қабынан ағза қажет етсе, ең негізгі өт шығарғыш өзек арқылы 12 елешекке жетеді. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі орасан зор. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Біздің каналды 96,7% адам арнаға тіркелмей көреді. Сол себепті команданың еңбегіне қолдау білдіріп, каналға жазылып, келесі пайдалы видеоларымызды қарай жүріңіздер. Өт қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорыту процесі жүреді. Тағамдарды ақуыз көмір суына, майларды май қышқылдарына дейін ыдыратады. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ зиянды химиялық заттарды сыртқа шығарады. Өт қызметінің бұзылуы, өт қабында өттің қоюлануы асқазан ішек жолдарына ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық және тағы да басқа белгілер байқалуы мүмкін. Өт жолдарын тазалау, өттің қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі үшін қажет. Ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп, ағзаның бірқалыпты жағдайда ұстап тұруына әсер етеді. Қазіргі кезде дәрі-дәрмектердің, халық емінің көмегімен өт жолын тазалауда қолданатын көптеген әдістері бар. Өт тас ауруының пайда болу факторларына төмендегілер жатады. Семіздік. Семіздікке шалдыққан адамдарда, әсіресе әйелдерде өт тасының түзілуінің қаупі жоғары. Семіздік өттегі холестерин деңгейінің артуына ықпал етеді. Бұл тастардың түзілуін туындатуы мүмкін. Тез салмақ жоғалту. Организмнің ұзақ уақыт бойы ашығуы, тез салмақ жоғалту кезінде майлардың жаппай ыдырауы жүреді. Бұл кезде бауыр өтке түсетін холестериннің артық көлемін өндіре бастайды. Метаболикалық синдром, диабет және инсулинге тұрақтылық. Бұл аурулар кезінде өт тас ауруының пайда болуы қаупі артады. Метаболикалық синдромда аурудың асқынуының пайда болу қаупі артады. Және бұл синдром артық дене салмағымен және семіздікпен байланысты аурулар тобы. Бұл кезде жүректің аурулары және 2 типті қант диабетінің пайда болу қаупі бар. Кейінгі кезде өт ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы, өттің қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі. Сонымен, өт неден толады, оны қалай емдеуге болады? Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Өтті сұйылтатын бірінші әдіс. Дұрыс тамақтану. Егер адам күніне 3 мезгіл уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауру пайда болуы мүмкін. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұра береді. Режим дұрыс болмағандықтан өт ұйып құйылуына бастайды. Осылай құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Содан кейін түрлі торт, тәтті, қуырылған тағамдарды көп жегеннен холестерин көбейеді. Мысалы, маргарины бар тамақтарды алайық. Түрлі шоколад, печенье жеп жатамыз. Оның құрамы пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Екінші әдіс. Адам су нормасына көңіл бөлу керек. Күнде таңертең аш қарынға жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. Өтке тас байланбайды. Барлық адамға қолжетімді судың ағзаға пайдасы мол. Үшінші әдіс – таза май қолдану. Біз көбіне арзан болғандықтан рафинатталған күнбағыс майын қолданамыз. Тамақ істегенде қазанымызда ол 200 градустан аса ыстықта қызады. Содан майдың құрамында токсиндер бөлінеді. Ол ағзамызға барып, артық қалдық ретінде жабысады.
мұның бәрі өт пен бауырға кері әсерін етеді. Ол токсиндер ағзамызда тұрады, шықпайды. Ағзаның саулығы үшін тамақтану режиміне пайдалы майларды қосу маңызды. Адамдар зәйтүн, сығыр, кокос, қолдың сары майы қымбат болғандықтан көп тұтына бермейді. Зәйтүн майы ең пайдалы май қышқылдарынан тұратындықтан ол өттің сойылып тез ағуына ықпал етеді. Егер өтте тас болса, зәйтүн майы оның жұмсарып, біртіндеп еруіне әсер етеді. Ол сондай-ақ іш қатумен қиналатын адамдарға көмектеседі. Себебі ол ішектер жұмысын жақсартады. Мамандар таңертең пайдалы май тұтыну керектігін айтады. Өйткені ол өт бөледі әрі өтті сұйылтады. Тамақтанғанда ағзамызға қажетті пайдалы майлар, ақуыздар, көмірсулар жетіспей жатады. Ұнды, сүтті, жалпы глютені бар тағамдар өттің қоюлануына алып келеді. Сосын қимыл қозғалыстың аздығы. Таңертеңнен кешке дейін бір орында отыру жұмыс істейміз. Содан да өт дұрыс бөлінбейді. Төртінші әдіс. Режимді дұрыстау. Дұрыс ұйқы. Денсаулығыңызды мығым етеді. Қан қысымы көтерілмейді. Бас ауруы және шаршағыштық белгілері болмайды. Ұйқы қанбаса ең алдымен зардап шегетін ағза бауыр мен өт. Ал ертерек ұйықтасаңыз, бауырыңыз да, өтіңіз де сау болмақ. Бесінші әдіс. Стресстен аулақ болу. Көбінесе күйзеліске байланысты жүрек тамыр жүйесінің аурулары және асқазан ішек жолдарының, бауыр өт қабының аурулары дамиды. Бірақ күшті жүйке штамптары басқа жүйелердің жұмысына ең теріс әсер етеді. Бұл стресс кезінде дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті гормондардың шамадан тыс мөлшерде өндірілуіне байланысты. Нәтижесінде гормоналды реттеу бақылаудан шығады. Бұл аурулардың пайда болуын, белгілі бір аурулардың жолын ашады. Сондықтан күйзеліс, яғни стресске мейлінше ұшырамауға тырысу керек. Өт дұрыс бөліну үшін арнайы жаттығуларды жасауға болады. Ал өт толған жағдайда қалай емдеу керек? Дәрігердің айтуынша ең алдымен режимді дұрыстау керек. Уақытылы ұйықтауға тырысқан жөн. Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен проблема бар деген сөз. Сол үшін тамақтану режимін сақтау керек. Уақытылы ұйықтап, уақытында тұрыңыз. Көбірек қимыл қозғалыс қажет. Пайдалы майларды тұтыныңыз. Рационға көп мөлшерде ақуыз, күрделі көмірсу болуы қажет. Ал өтте тас болса, дәрігердің кеңесімен емдік дозада дәрі тағайындаңыз. Сонымен қатар, маманның айтуымен әртүрлі процедура жасап, түрлі минералды су арқылы өтті тазартуға болады. Видеоларды жақындарыңызға бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесіде пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.